түсіңізде құлап жатқан болсаңыз, нені білдіреді? Ғылыми түсінік гипагогиялық селк ету. Түсінде құлау адамның ұйқыға енетін сәтінде кенеттен денесінің селк етіп, шошып оянып кетуімен қатар жүреді. Ғалымдар бұл құбылысты гипагогиялық күйзеліс немесе инпержерк деп атайды. Бұл дененің босаңсу сәтінде ми дененің құлап бара жатқанын кенет түсініп, оны оятуға тырысады. Жүйке жүйесі бұл кезде аяқ-қолды селк еткізіп, адамның өзін құлап бара жатқандай сезінуіне әкеледі. Зерттеулерге сүйенсек, бұл жағдай адамдардың өмірінде кем дегенде бір рет кездеседі. Бұл бейсананың белгісі, яғни ми сізге бір нәрсенің дұрыс емес екенін ескертіп жатыр. Рухани және халықтық наным. Көптеген дәстүрлі наным-сенімдерде бұл түстің терең мағынасы бар. Қазақы түс жөру бойынша түсінде құлау бір қиындық немесе сынақ келеді деген ескерту. Бұл түс Алладан келген белгі, яғни адамға қамдан, сақ бол, дұға ет деген ишара ретінде қарастырылады. Ислам тұрғысынан түстер кейде рухани хабар, кейде шайтаннан келген ойын болуы мүмкін. Құлау түсі қате жолға түсіп кету, күнәлі іс жасауға жақындау деген ескерту де болуы мүмкін. Мұндай түс көргенде не істеу керек? Түнгі намаз оқу, истиғфар айту, таңертең тұрып оң жақ иығына 3 рет түкіру және жамандықтан Алла сақтасын деп айту сүннет. Не істеу керек? Түстің алдын алу. Түсінде жиі құлайтын болсаңыз, мына кеңестер пайдалы. Кешкі уақытты тыныш өткізіңіз, телефон мен гаджеттерден алыстау, ұйқы гигиенасын сақтау, тұрақты уақытта ұйықтау, күйзелісті азайту, миды демалдыру, медитация тыныс алу жаттығулары, күнделікті жазу, не мазалап жүргенін қағазға түсіру, дұға оқу, истиғфар айту, рухани тыныштық беру. Қорытынды. Түсінде құлау кездейсоқ емес, бұл сіздің денеңіз бен санаңыздың дабылы. Міне құрметті көрермен, осымен видеомыз аяқталды. Егер видеомызда пайдалы болды деп тапсаңыздар, арнаға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып, қоңыраушаны баса кетуді ұмытпаңыздар. Сіздердің болмашы жай ғана әрекеттеріңіз біз үшін өте маңызды. Келесі видеода кездескенше аман сау болыңыздар. Дендеріңіз сау болсын, ақпаратымыз пайдаларыңызға жарасын.